Алатаудың ең биік қырқасында өте көне, құпия әрі тылсым бір қала жатыр. Қабырғалары шегенделген қызыл қоңыр құм тастармен өрілген. Бір қызығы, нысан бой көтеріп бітпей жатып, ондағы жұрт үдере көшіп, сарай кешенді тастап кеткен. Құрылысы ғажайып, жұмбағы тылсым, ақыртас. Ақыртас. Тараз шаһарынан 40 шақырым қашықта орналасқан. Алатау сілемдерінің теріскейінде жатыр. Ақыртас қаншама ғасырлар өтсе де, құпиясы ашылмаған, жұмбағын ішке бүккен тылсым мекеннің бірі болып саналады. Тіптен кентте кім соққаны да, өзен суы тапшы, қойнауы тастақ жерге не себептен осындай алып құрылымның орналасуы да жұмбақ күйінде қалып келеді. Қырат үстіндегі құрылымға 6 шақырым жердегі тау бөктерінен бұлақ суы жер астындағы қыш құбырлар арқылы келіп тұрған. Қалай? Бұл да тылсым. Кешеннің әр кезеңдерде зерттеліп, осы заманғы ғылыми айналымға енгеніне де 200 жыл болды. Сол уақыттан бері әлем ғалымдары құпиясын бір аша алмай келеді. Міне балам, Ақыртасқа да келіп жеттік. Ата, бұл жердің аты неге Ақыртас? Ақыртас дегеніміз не? Бұл жердің тарихы тереңге жатыр ма? Иә, тарихы тым терең. Кейбір зерттеуші ғалымдар Ақыртас Египет пирамидаларымен, майя кереметтерімен құрдаста дейді. Қараңызшы, адам бойындай алып тастарды белгісіз шеберлер тура пирамида құрылысының үлгісінде қиюластырып, қалап шыққан. Зерттеушілердің айтуынша, қабырғаның төбесіне тасты қою үшін құрылыс аумағын құммен көміп, бөрене төсеп сүйреген дейді. Қалап болғасын аршып тастап отырған. Бәлкім рас та шығар, бәлкім қиял болжам болуы да ғажап емес. Сонымен Ақыртас туралы ең алғашқы дерек Даос монахы Чанчунның жазбаларында кездеседі. Мың 222 жылы Шыңғысханның ордасы Қарақорымға бет алған діндар жол бойында тас қалашық алдымыздан шықты. Шаһар қып-қызыл тастардан соғылған екен деген дерек қалдырыпты. Бұл жазбалардан да аңғаратынымыз, қалашық құрылысы бітпей жатып, иесіз қалған. Осыншама күш-жігер жұмсап, құрылыс жұмыстарын әне-міне тәмамдағалы жатқанда, жұрт неге үдере көшіп тастап кетті? Түсініксіз. Бұл қалашықты не мақсатта, қандай қызмет атқарады деп соқты екен? Керуен сарай ма, ханның жазғы ордасы ма, ғибадатхана ма? Тарихшылардың соңғы пікірлері бұл құрылымды араб сарбаздары соқты дегенге саяды. Атлақ шайқасында түрік пен араб жауынгерлері бірлесіп, Қытай армиясын талқандағаннан кейін, араб армиясының сол тұстағы қолбасшысы Абу Муслим Кутейба өзінің жазғы резиденциясы есебінде осы Ақыртас қала қорғанын соғуды бұйырыпты. Ақыртас сарай кешені аумағы 3,7 гектар жерді алып жатыр. Қамал қабырғаларының ені 2-3 метр. Сыртқы қабырғаларының жалпы ұзындығы 185-205 метр. Қорғанның солтүстік және оңтүстік бағыттарға қаратылған 2 қақпасы бар. Тұрғын жайлар ішкі аулаға қаусырыла орналастырылған. Қызмет көрсететін және шаруаға қажетті бөлмелер кешенінен тұрады. Міне,
түркі тұран әлемінде теңдесі жоқ құрылым тұла бойы тылсым сырға толы жәдігер.